Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз картошка қуырамыз. Ол картошканы өзін қуырмаймыз, біз оны етпен қуырамыз. Яғни етті турап, жуып алдық. Енді соны майға саламыз. Дауысы қандай әдемі, иә? Бұл жай ауылда кешкі асыққанда жасалынатын тамақ. Етті толық қуырып аламыз. Дәл қазір міне ет свежий, жаңадан сойылған. Сондықтан да өзінің суына және жудық қой, содан қалған сөлге өз еркімен, ақырын баппен пысып жатыр. Енді әбден қуырылған ет жарты сағаттай қуырылды баппен. Енді сарымсағын саламыз. Sarımsak енді әркім өзінің білгенінше салады, қалағанынша. Мен мысалы көбірек болғанын қалап тұрмын. Қуырылып жатқан сарымсақты тағы да бір араластырып жіберейінші. Дауысы қандай, иісі қандай. Тағы да кішкене қуырылсын. Сарымсақ пен етті әбден қуырып алдық. Енді үйде қалған помидор, яғни бұзылған жоқ, бірақ кішкене босап кеткен. Ол желінбек қылмау үшін осылай томаттың орнына помидор қостым. Бұл кішкене 5 минут қуырылсын. Әбден қуырылды, сарымсағын салды. Помидорды да салды. Босқа тастай салмай тамаққа салдық. Енді бір кесе суық су құямыз. Енді осы қайнап, әбден етті пісірғаннан кейін, ары кетсе бір 15 минут. Одан кейін картошкасын саламыз. Бәрі қуырылып, ет пісіп, жаңағы бір кесе су қайнады. Енді мына картошкамызды саламыз. Осы етті қуырып жатқанда мен кішкене тұз қосып, татымын бәрін жасап алғам. Енді картошканы саламыз. Енді картошкаға ғана сәл тұз саламын. Мен тұзды азырақ боққағанды өзім ұнатпаймын. Сол үшін кәдімгідей саламын. Міне. Мен бетіне кішкене асқабақтар қойып жіберем. Өйткені өзіме асқабақ ұнайды. Астын қаттыға қоямын. 5 минут осы қаттымен қайнап алады. Одан кейін астын ақырын басып қоямын. Осындай тамақ шықты. Бұл жай ғана үйде жасалынатын етпен қуырылған картошка. Осылай жауып қоямыз да, астын 5 минут қайнатып алып, одан кейін басып қоямыз.
солай бір 20 минуттан кейін бұл пысады. Содан кейін жейміз.